Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жасалу жолы ерекше, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын нанның рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Және каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қойуды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Ең алдымен жылы суымызды ыдысымызға құйып аламыз. Суымыз міндетті түрде мұздай болмағаны қажет, жылы болғаны дұрыс. Енді үстіне ас қасықтың көмегімен қантымызды салып аламыз. Содан соң 10 граммдай ашытқыны саламыз және татымына қарай тұзымызды салып аламыз. Және 2 ас қасықтың көмегімен сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап, қантымыз, тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Енді осы сұйық массаның үстіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, алдымен қасықтың көмегімен араластырып, содан соң қолымызбен араластырып, қамырымызды илейтін боламыз. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамырымыз пайда болуы қажет. Құрамын толықтай описание бөліміне қалдырамын, төменнен қарасаңыздар болады. Енді осы қамырымызды жұмсақ қылып илегеннен кейін үстіне кішкене сұйық май қойып, қайтадан қолымызбен видеодағыдай қамырымызды илеп жіберетін боламыз. Мінекей бізде осындай әп-әдемі қамыр пайда болды. Енді бетін жауып 1 сағат көлемінде қалдырамыз. Біздің қамырымыз 1 сағаттың көлемінде көтеріліп, әдемі болып тұрады. Енді осы қамырымызды алып бөліктерге бөліп аламыз. Осылай мен 3 бөлікке бөліп алдым. Жақсылап үшеуін бірдей қылып, тегістеп, жақсылап дайындап аламыз. Енді дайын болған қамырдың бетін жауып қоямыз. Осы уақытта қазанымызға суды қойып қайнататын боламыз. Енді қамырымызды шетінен алып, видеодағыдай қамырға формамызды жасайтын боламыз. Қолымыздың көмегімен дәл видеодағыдай қамырымыздың ортасын басып, шет-шетін осылай жасап шығамыз. Енді қайнап тұрған ыстық суға сол қамырымызды саламыз және осындай лопатканың көмегімен жақсылап айналдырып басып тұратын боламыз. Қамырымыз біздің бір 5-6 минут шамасында қайнайды. Қайнаған кезде жай қайнамай көтеріліп күшті болып шығады. Енді осы қамырымызды сүзіп алып, противеньге салып аламыз. Бетіне күнжіт немесе мак сеуіп, қызып тұрған пештімізге салып алатын боламыз. Мінекей достар, біздің осымен нанымыз пісіп шықты, өте жұмсақ болып шығады. Өте дәмді болады. Мен бетіне сары май жақтым. Осы сары май жаққаннан кейін қамырымыздың беті жылтырап, одан сайын сап-сары болып, әдемі болатын болады. Бұл нанның қайнаған суда пісетіннің ерекшелігі, нанымыз 2-3 күнге дейін өзінің жұмсақтығын сақтайтын болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Және достар, видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып өтіңіздер.